Көкөніс, яғни көк шөп тұтынудың пайдасы саулығымыз үшін өте маңызды. Аскөктің құрамында фосфор, калий, темір және кальций тұздары бар. Адамдар үшін өте маңызды көптеген элементтер бар. Аскөктің айқын пайдасы ас қорыту жолын реттеу және жеңілдету қабілеті. Ас қорыту бездерін ынталандыруға мүмкіндік береді. Тәбетті жақсартады және ағзадағы метаболизм процестерін қалыпқа келтіреді. Бұл метеоризм ішінде пайдалы болады. Аскөк бірнеше аурулардың алдын алады. Ақжелкен иммунитетті күшейтеді, жүрек аурулары мен қатерлі ісіктен қорған болады. Тіс және тіс еті ауруларының алдын алады. Салаттар мен тағамдарда дәм беруші ретінде қолданылады. Ақжелкен А, С, Е және К дәрумендері мен В9 дәрумені, яғни фолий қышқылына өте бай. Кинза, балғын кинза көкөніс салаттарына тамаша қоспа болып табылады. Оны кептіріп, дәмдеуіш қоспа түрінде де пайдаланады. Кинзада В1, В2, С, Р, Е дәрумендері бар. Натрий, йод, кальций, калий, фосфор минералдары да бар. Кинза жүрек қан тамырларының жұмысын жақсартады. Ұйқысыздықта, депрессияда, тамақ, бас ауруларында өте пайдалы. Сельдерейдің тамыры да, жапырақтары да тұтынуға жарамды көкөніс. Құрамында А, В, Р, С, К дәрумендері мен феррум, калий, кальций, магний, фосфор минералдары арқылы денсаулыққа өте пайдалы. Сондай-ақ бұл өсімдік қышқылдар мен эфир майларын қамтиды. Бұл арқылы стресс пен жүйке күйзелісін басуға септігін тигізеді. Қырыққабат дәрумендер және минералдарға бай көкөніс. С дәрумені тұрғысынан қырыққабат инфекциядан қорғайды, иммунитетті күшейтеді. 100 грамм қырыққабат тәуліктік С дәрумені қажеттілігін 40% қамтамасыз етеді. Холестеринді төмендетеді. Қырыққабаттың құрамында ас қорыту жүйеңіздің сіңуі үшін холестеринмен бәсекелесетін екі зат бар. Қырыққабат көздің көруін жақсартады, ісінумен күреседі, қабынудың алдын алады. К дәрумені жетіспеушілігі болса, остеопороз сияқты сүйек ауруларының асқынуы қаупі бар және сіздің қаныңыз дұрыс ұйымайды. Қатерлі ісіктің алдын алуға көмектеседі, қант диабетінің алдын алуға көмектеседі. Кальцийге толы күшті антиоксидант. Сарымсақ жүрек қан тамыр жүйесінің қызметін жақсартады, қандағы қант мөлшерін реттейді, иммунитетті күшейтеді, қатерлі ісіктің алдын алады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.